жоңғар шапқыншылығы мен моңғол шапқыншылығының арасын бірнеше ғасыр ғана бөліп жатыр. Алайда бұл екі шапқыншылықтың арасында айырмашылық шамалы ғана. Моңғол шапқыншылығы өзінің көлемі жөнінен, жетістігі мен ықпалы тұрғысынан өте сәтті шыққан тарихи құбылыс. Мұның себебін кейінірек түсіндіретін боламыз. Ал жоңғар шапқыншылығы алдыңғы моңғол шапқыншылығы толқынын қайталауға тырысқан, бірақ сәтсіздікке ұшыраған нұсқасы. Бұл екі халықтың географиялық һәм тарихи мекен ететін орны мен мәдени өмірінде айырмашылықтан гөрі ұқсастық басым. Әрине, мұны тегі көшпенді болумен де байланыстыруға болады. Алайда бұл жерде мәселе басқа. Біздің іздемек болған дүниеміз, неге моңғолдар соншалық жеңімпаз болды, ал жоңғарлар оның жетістігін қайталай алмады? Жоңғардың жауынгерлік шеберлігіне, ер жүректігіне дау айта алмайтынымыз анық. Тіпті Шыңғыс хан кезіндегі моңғол жауынгерлері өнерін, әскери киімін, әскери өнер қимылдарын жоңғарлар анағұрлым жетілдірді, қателіктерді түзетті және әскери өнерде жаңа заман талабына сай бейімдей алды. Олардың бар кемшілігі уақыттан ұтылып қалу еді. Нақтырақ айтқанда, сәл кештеу қимылдап қойды. Бар түйткіл тағы да айналып келіп жібек жолына, сол баяғы экономикалық сауда байланыстарына келіп тіреледі. Шыңғыс ханның шабуылға шықпай тұрып, жібек жолының жағдайын, Орта Азияның гүл жайнаған қалаларын, бір ғана сығанақ базарында 20 мың жылқы кешке дейін өтіп кететін сауданы, оның бер жағында Бұхар мен Самарқандағы мыңдаған көпестер мен саудагерлерді, Рим мен Пекинді, Балтық пен Делиді байланыстырып жатқан, ұзыннан созылып жатқан тізбектелген ұлы жібек жолы жай ғана еске алыңызшы. 9-11 ғасырдың өзінде, халық саны аз кездің өзінде. Ал енді жоңғар шапқыншылығы кезінде, мысалы Сибан Раптан немесе Қалдан Сереннен кейінгі Орта Азияның жағдайын бір елестетіп көріңіз. Сіз міндетті түрде айқын айырмашылықты байқайсыз. Әрине, бұл тоқырау. Ташкенттің гүлденген шағы, Самарқанның бір жарып, Бұхараның мұсылмандар орталығына, ал Тараз көпестер қаласына айналып, бір ғана жетісу аймағында 70-ке тарта қаланың орналасуы. Ал сауда экономика бұл өмірде ақша айналымының үздіксіз ағыны, дирхемдер мен динарлардың құндылығы. Ойлай берсеңіз, кезінде Шыңғыс хан жорығының алдындағы жібек жолының қандай мықты әлемдік экономикалық маңызды дүниеге айналғанын міндетті түрде байқайсыз. Ал керісінше, жоңғарлар шапқыншылық алдындағы Орта Азияның құлдырап жатқанында бірден аңғарған боларсыз. Шыңғыс ханның әскери ісіне, оның Азияны, одан әрі Еуропаға өтуіне дем берген де осындай экономикалық жағдай болатын. Есіңізде болса, Шыңғыс хан көзі тірісінде Қытайдың тек солтүстік аймағын ғана бағындырған еді ғой. Яғни Шыңғыс хан көзі тірісінде түгелдей Қытайды бағындыра алған жоқ. Тіпті оның ұлы Үгедейдің тұсында да Қытай түбегейлі бағындырылған жоқ. Тек Құбылайдың тұсында ғана Қытай елі жаулап алынды. Ал моңғол қаған не себепті соғыс қимылдарын Қытайдың оңтүстігіне ішкерлей енбей, өз құрбандығы ретінде Хорезмді таңдады? Хорезмнің әлсіз болғаннан ба? Әлде Қайыр ханның қиғылығынан ба? Мүмкін Ырғыз шайқасында кеткен қарымтасы да болар. Жоқ, бұлар емес еді. Себебі Хорезм бұл байлық, бұл нағыз экономикалық байлықтың көзі. Жоспар бойынша Хорезмнің байлыққа батқан 100 қаласы моңғол әскерін тұрақты азық-түлікпен қамтамасыз ету керек болатын. Осы арқылы жібек жолының бір ұшын ұстап отырған Қытай императорының батыспен байланысын кесіп тастауға ұмтылды. Бұл кезде Қытайдың теңіз саудасы дамыған емес, мұны да ескеріңіз. Түйіндей келгенде, Хорезмнің экономикасы моңғол әскерінің жолай тоқтап, күш толықтырып өтетін тыл қызметін атқарды. Иран мен Еуропа жорықтары моңғолдарға осылайша әлде қайда оңайлау болды. Егер саусақпен санар болсақ,
хорезм моңғолдарға біз ойлағаннан да көбірек пайдасын тигізді. Bir сөзбен айтқанда, хорезмнің байлыққа бөккен қалалары Шыңғысхан үшін және оның әскері үшін, Шыңғысхан империясы үшін майлы шелпек болды. Қазір тарихшылар мен саясаткерлер арасында егер хорезм шахы сол кезде бар күшін бір майданға салып, немесе күшліктің әскеріне қолдау білдіргенде Жетісу жеріндегі Шыңғысхан Гоби құмдарында ажал табар еді де, әлем тарихы мұндай тұлғаның болғанын да білмей қалатын деген пікір айтып жүр. Тарихшылардың, саясаткерлердің айтып жүрген осындай пікірлері қазақ хандығының тұсында жүзеге асты. Салқам Жәңгірге Жәләләддин емес, Жалаңтөс көмекке келді, және бұл идея өзінің дұрыстығын дәлелдеді. Әрине, Шыңғыс ханның ертіске бастап келетін 200 мың әскері болмаса да, соның 4/1 бөлігі әрі жетілдірілген нұсқасын майдан даласында қазақ әскері тоқтатты. Салқам Жәңгір дер кезінде бытырап жатқан жеке билеушілерді жоңғарларға қарсы біріктіре алды және жеңіске жете алды. Әрине, Шыңғыс хан мен Батыр Қонтайшыны салыстырып керек емес, тек сәйкестікті айтайықшы бұл жерде. Шыңғыс хан мемлекет құрды. Батыр Қонтайшы да өз хандығын құрды, яғни 1635 жылы. Екі билеуші де өзі құрған мемлекетіне заң енгізді, құрылтай шақырды. Шыңғыс хан яса, яғни жаса заңдары, Батыр Қонтайшы үлкен заңдар жинағын енгізді. Батыр бұл заңдарды Шыңғыс ханның ясасына негіздеп жасады. Екі билеуші де ойрат моңғол тайпаларын біріктіріп, Қытайдың қысымынан құтылуға тырысты. Яғни Шыңғыс хан да солай жасады алғашында. Мемлекет құра салысымен жаулаушылық жолға түсті. Шыңғыс хан да солай жасады. Біз Батыр Қонтайшыны Шыңғыс хан салған жолмен жүрді деп айттық. Ал енді Шыңғыс ханға жол салған кімдер еді? Орта Азия жорығы басталмай тұрып тура 80 жыл бұрын Елуйдашы деген елінен қашып шыққан Қарақытай ханзадасы аздаған адамдарын ертіп Шығыс Түркістан жерін келіп паналады. Оның соңынан ерген әскер де көп болмады. Арада 5 жыл өтісімен мұсылман әлемдегі ең мықты армия саналатын Санжар сұлтанның армиясы қидандардан масқара болып жеңілді. Бұл қалай? Енді Орта Азия түгел қаңғып келген осы бір халықтың боданына айналды. Міне Шыңғыс ханға идея берген осы қидандардың сәттілігі болды. Шыңғыс хан өзінің алдындағы Қарақытайлардың жеңісті жорығына сенім артты. Шыңғыс ханның әлемді жаулауына хорезмнің гүл жайнаған қалалары көмектескенін айттық. Біле білсеңіз, жоңғарлардың сәтсіз жорығына да осы хорезм қалалары тікелей әсер етті. Шындап келгенде бұл жоңғарлар өздерінің қайдан шыққанын, кімнің ізбасар екенін, бабаларының кім болғанын өте жақсы білді. Қырық атасына дейін жатқа білетін көшпендіні мұндай істе шатастыра алмайсың. Шыңғыс хан дәуірінде сол жақ қанатын құраған жоңғар халқы мұны ешқашан ұмытқан жоқ, әрі мұны әрқашан мақтан тұтты. Жорық қайталанды, яғни шабуыл басталды. Қашғарияны бағындырып, оқ дәрі құятын кеніштерді өзіне қаратқаннан кейін жоспар бойынша Жетісу жеріне басып кірді. Олардың жорықтарын Шыңғыс ханның жорықтарымен ойша салыстырып отырыңыз. Бәрі сәтімен басталып келе жатты. Шыңғыс хан да ұйғырларды бағындырып, өзіне білімді ұйғырларды қызметке алып, қағаздар жүргізуге пайдаланды. Енді күшлік хан билеп отырған Қарақытайлар мен Наймандар жеріне басып кірді. Жоңғарлар да осыны қайталап Жетісуға басып кірді. Бірақ жоңғардың алдынан күшлік емес, Салқам Жәңгір шықты. Күшлік Жетісуда моңғолдар келерден сәл бұрын таққа отырса, Салқам Жәңгір де дәл сондай жағдайда еді. Яғни Орбұлақ шайқасының алдында Жәңгір әлі сұлтан болатын, ал оның ағасы 2-ші Жәнібек хан дүниеден өткен. Бірақ күшлік жеңілді, Жәңгір жеңімпаз атанды. Бірақ іс мұнымен біткен жоқ. Орбұлақтың ащы сабағын ұмытпаған олар, яғни жоңғарлар, араға бірнеше жыл салып Орта Азияға жаңа жорыққа шықты. Бұл жорық өз жемісін берді. Мақсат былай еді: Орта Азия қамалдарын бағындырып, сол жылы қыстап, келер жылы Иран мен Кавказ бойындағы елдерге жорыққа аттану. Бұл әрине айна қатесіз бұрынғы моңғолдардың жоспары болатын.
елестетіп көріңіздер, Шыңғыс ханның тұсында да алдымен Жетісуды бағындырды, одан кейін Орта Азияның қалаларына басып кірді, яғни Отырар, Сығанақ сияқты қалаларды, Бұхара, Самарқанды басып алғаннан кейін Шыңғыс ханның авангарды, яғни Жебе мен Сүбедейдің әскері Хорезмшах Мұхаммедті қуғындап, Иранның солтүстігін айналып өтіп, Кавказ елдеріне басып кірген еді ғой. Міне, жоңғарлардың да жоспары осыған ұқсас болатын. Бірақ Орта Азия жорығы жоңғарлардың әбден көңілін қалдырды. Оларды байлыққа бөгіп, тауарлар тіреліп тұрған қалалар емес, шапқыншылықтан ғасырлар бойы күйреп саудасы кері кеткен Шыңғыс хан жорығынан соң жер бетінен тып-типыл жоғалған қамалдар күтіп тұрды. Олар қайда ұмтылса да Шыңғыс хан кезіндегідей қызған тіршілікті, қайнаған базарды, еңбекке тұратын байлықты көре алмады. Бірақ кейін шегінерге жол жоқ еді. Себебі қаптаған Қытай, яғни Цин империясы бәрібір жоңғарларды жай жібермесі анық еді. Себебі соның алдында ғана Моңғол үстіртінде орналасқан осы үш хандықты, Чахар, сонымен қатар Халха хандықтарын қытайлар жұтып қойған болатын. Келесі кезек әрине жоңғарларға келді. Жоңғарлар осы бір жұтылып кетуден аман қалу үшін батысқа қарай шегініп, өзінің жолындағы халықтарды бағындыруды және қуатты мемлекет құруды ойлады. Бірақ бұл жорық олардың өлім халіндегі соңғы рет аяқ сермеу сияқты көрінді. Ал қазақтар қандай халықты сомдады дейсіз ғой бұл кездері? Қазақтар моңғолдар дәуіріндегі қыпшақтардың құйып қойған көшірмесі. Шыңғыс ханның жолы болуы жібек жолымен байланысты, ал жоңғарлардың құрдымға кетуі жібек жолының күйреуімен байланысты екенін енді түсінген боларсыз. Енді жібек жолының қалай күйреп тынғанын айтайық. Расымен Темір мен Шыңғыс ханның жорықтары, одан да өзге мыңдаған тынымсыз шапқыншылықтар Азияның енді ғана жанданып келе жатқан экономикалық тамырын қиып түсті. Мұны мойындауға тиіспіз. Шыңғыс хан мен өзге де жаулаушылар саяси гегемонияға жетіп, киіз туырлықты халықтарды аспанға көтерсе де, белгілі бір деңгейде экономиканы тоқыратты, яғни халықаралық экономиканы. Бірақ Еуропа ішінде өткен екі дүниежүзілік соғыстың қасында Шыңғыс хан мен Әмір Темірдің жаулаушылық жолындағы келтірген зияны әлдеқайда төмен. Олардың зардабын ешқандай соғыспен салыстыруға келмейді. Сол екі соғыстың қасіретін Еуропа әлі күнге дейін тартып келе жатыр. Бірақ тағы бір көзқарас бар. Соғыс өнеркәсіпті күйреткенімен, жаңа ашуларды, ғылыми жаңалықтарды ойлап табумен, қоғамды ілгерілетудің бір себепшісі бола алады деген ғалымдардың тұжырымы бар. Бірақ қалай дегенмен де Шыңғыс ханның шапқыншылығы болсын, Әмір Темірдің екінші дүниежүзілік соғыс болсын, қандай соғысты да ақтап алуға келмейді. Бұл сөзсіз халықтың экономикасын, әлеуметтік жағдайын құлдырататын жағдай. Бірақ Шыңғыс хан мен Әмір Темір болмаған күннің өзінде әйтеуір өзге ірілі ұсақты шапқыншылықтан түбі күйрейтіні анық еді. Міне осы тұсқа келгенде біз тағы да соры қайнаған догмаға келіп тірелеміз. Біз жібек жолын өзгеше даму түрін, жаңа кезеңге өтуін, оның өзге альтернативті жолдарын қарастыра алмадық. Бір сөзбен айтқанда, бір ғана Қытайды ғана емес, күллі Еуразия халықтарын, ондаған, жүздеген мемлекеттердің арасында экономикалық байланыс орнатып тұрған жібек жолын жаңарта алмадық, яғни обновить ете алмадық. Бір ізбен қалыптасқан жолдың түбі тығырыққа тірелетіні әуел бастан белгілі. Біздің заманымызға дейін, яғни біздің заманымызда емес, біздің заманымызға дейін қалыптасқан ұлы жібек жолының сонау шығыстағы Пекин мен батыстағы Римнің арасын жалғаған осындай үлкен экономикалық жолды жаңа деңгейге көтере алмады. Транзит бағыты бірнеше мәрте өзгеріп, ескі жолдар жаңарып отыр, бірақ бұл жаңа деңгей болып саналмайды. Бір уақытта тауарды, адам мен дінді, мәдениет пен білімді таратқан атақты ұлы жібек жолы өз бойына өзгешеліктер енгізуге қабілетсіз болып шықты. Мүмкін бұған сол аймақтағы мемлекеттердің даму деңгейі немесе саяси күрестері себеп болған шығар, бірақ оның жаңа кезеңге өте алмау себебінен құлдырағаны
анық. Жоңғардың не себепті Шыңғысханның ісін қайталай алмай жарты жолда күйрегенін енді түсінген шығарсыз. Сондықтан тарихымызды айтқанда тек атыс шабысты, соғыстарды айта бермей, халықтардың сол кездегі экономикалық әлеуметтік дамуын, елдердің сол кездегі дәуірлердегі жаңаруын, экономикалық дамуын, тұрмыс тіршілігін, осындай халықтың жағдайын талдауымыз керек. Мынаны ұмытпауымыз керек. Біздің тарихымыз тек қырғын шайқастардан ғана тұрмайды. Осыны түсінетін кез жетті деп ойлаймын.